Қызылорда облысы Шиелі ауданында мына қазіргі таңда мынау Әбдіғани Шорабаевтың базарына барып аяқ киім көруге барғанмын. Алайда мынау ет сататын жағындағы бір аяқ киім сататын дүкеннің сатушысы дөрекі жаңағы қолын сілкіп, адам деп есептемей, мынау аяқ киім алуға барып ем, сұрауға. Сосын мынау екінші мәселе, ұлық болсаң кішік бол дейді. Мынау барып тұрған клиентке қолын сілкіп, тілін шығарып, мазақ қып күліп, қарқылдап күліп, үстіне қарай су шашып жіберіп, кетіп баратқанда жаңағы пол жуатын жуған суларын шашып, мынау заттың орнына паспорт сұрап, алтын сұрап, үйінің документін сұрап, осындай білгенін істеп отқан саудагерлер бар. КНБ-ның назарына ұсынамын, осындай саудагерлердің бәрін базарда тыйса деймін. Өйткені себебі халық жетісіп жүрген жоқ, қымбатшылық барлығы. Не істерлерін білмей, мына киім аламайды, тамақ аламайды, не істерлерін білмей жүр қазір. Әсіресе осал топ инвалид кісілер. Бұл кісілер соны пайдаланып, қымбат сатып отыр, қосып қояды. Сосын мынау жаңағы паспортыңды алып кел, алтыныңды алып кел, үйіңнің документін алып кел, қарыз алып атсын, өйтіп атсын. Сосын мынау Каспий жаңағы арқылы мынау продукты беріп отыр қарызға. Ол жағы да мынау күмәнді болып тұр. Осы мәселелерді мына КНБ-ның назарына ұсынам. Мынау ет сататын жақтағы аяқ киім сататын жаңағы баланы қадағалауға алуды сұраймын. Өйткені себебі мына сатушы баланы. Себебі жалпы мынау базардағы саудагерлерді, өйткені себебі орнына паспортын сұрауға, орнына алтынын, үйінің документін сұрауға олардың хақысы жоқ. Олар жаңағы қарыз береді. Қарыз бергенде де мына сапасыз заттарын сатып, сосын мынау жаңағы алтынын алып, үйінің құжатын алып, паспортын алып, мына осындайда мәселелер туындап, айқай болғанын мен өз көзіммен көргенмін. Енді айтайын дегенім, бір кісіге сол саудагерде қалған паспортты орнына паспорт алып берген, өзім жаңа неғылып көмектесіп, соңға барып ақшасын төлеп кассасына. Енді айтайын дегенім, бұл саудагерлер қазір кәсіпкер деген сайын жаңағы басымызға мініп бітті әбден. Кәсіпкер деген сайын шаршатып отыр. Мына осыған бір тексеру комиссия құрып, совместно бірігіп